Сенің қабіріңнің үстінде жыласын десең, балаларыңның көз жасын төкпе. Иә және жоқ сөздері қаншалықты қысқа болса да, олар бәрібір ең ауыр пікірлерді талап етеді. Таңертең оянғанда өзіңізге сұрақ қойыңыз: мен не істеуім керек деген, ал кешке ұйықтар алдында мен не істедім деп өзіңізден сұраңыз. Ашуланған кезде сөйлеуге және әрекет етуге болмайды. Әзіл тұз секілді, оны мөлшерімен салу керек. Егер сіз бүркіт бола алсаңыз, қарғалардың арасында бірінші болуға тырыспаңыз. Әуелі дана болуға тырыс, ал ғалым болу қолың босаған кезде. Өткен күн туралы мен оны қалай өткіздім, не істедім, не нәрсеге үлгере алмай қалдым деген сұрақтарға жауап таппағанша көздеріңіз ұйқыға кетпесін. Өмір бір тамашаға ұқсайды, онда жаман адамдар жиі жақсы орындарды алады. Бастау бүтіннің жартысы. Досты таңдаңыз, жалғыз бақытты бола алмайсыз. Бақыт тек екі адамның еңбегі. Ит бұл достық символы. Балалармен, әйелдермен, халықпен дауласпаңыз. Күштері бірдей екі кісіден дұрыс болғаны күштірек. Әр сан өзіндік ерекшелікке ие. Өмір жолын шаңғытпа. Даналықтың бастауы ойлауды үйрену, даналықты аяқтау. Тыңдау және үндемеу сені даналыққа жетелейді. Үнсіздік даналықтың бастауы. Ей, қарапайым халықтың арасында өмір сүруге махрум болған данышпан, сен майға ұқсауың керек. Май сумен араласпайды және оның бетінде қалқып тұрады. Әйелімен дұрыс мәмілеге келе алмаған адаммен дос болма. Жануарларды өлтіруден аулақ болыңыз, өйткені адамдарды өлтіру жануарларды өлтіруден басталған. Бақытты қуып әлекке түспе, ол барлық уақытта өзіңмен бірге. Күшті шарап көп ішуге жарамайды, дөрекі мінез келелі кеңеске жарамайды. Жындыға қылыш ұстатқан қандай қауіпті болса, арамзаға билік беру сондай қауіпті. Өмір ойын сияқты, біреулер оған жарысуға, басқалары саудаласуға, ал ең бақыттылары көруге келеді. Азап көргенше ақиқаттың досы бол, бірақ төзуге болмайтын жағдайға дейін оның қорғаушысы болма. Өткен күндер бар істеріңді таразыламай ұйқыға жатпа. Білім ақылды алмастыра алмайды. Жағымды нәрсені пайдалының құнымен сатып алма. Бақыт деген екеудің сыбағасы. Сен туралы не ойласа да, сен әділетті деп санайтын ісіңді жасай бер. Ең алдымен өз қадіріңді жоғалтпа. Парасатты қамқоршы ретінде тек ақылға ғана өз өміріңізді сеніп тапсыр. Алтын жалатқан қару сияқты, мақтаншақтардың да іші тысына сыймай келмейді.